Өмір өткінші, адам қонақ, артында із қалдырған ғана мәңгілік. Біздің әкеміз Ермұхаммед Азизович 1950 жылы 10 маусымда Қызыл Қайрат ауылында дүниеге келген. Ол үлкен отбасында тұңғыш ұл болып өсті, 5 бауыр мен 2 қарындасы болды. Әкеміз бала кезінен ақ жақындарына тірек бола білген, жауапты, еңбекқор, сенімді жан еді. Біздің анамыз Дина Майтайқызы 1954 жылы 18 қаңтарда дүниеге келген. Ол отбасындағы жалғыз қыз болып Шымбұлақ ауылында өсіп, Талдыбұлақтағы мектепте оқыған. Анамыз өте мейірімді, жүрегі кең, әрдайым бізге қамқор болып, жылуын сыйлап өтті. Тағдыр оларды табыстырып, махаббат пен сыйластыққа толы отбасы құрды. Осы шаңырақта біз 3 қыздары, Асиям, Мадина және Дина дүниеге келдік. Ата-анамыз бізге тәрбие мен білім беріп, өмірлік жолымызды айқындап берді. Біз өсіп, білім алып, медицина саласында еңбек етіп, олардың жолын жалғастырып келеміз. Уақыт өте келе отбасымыз немерелермен толықты. Олардың қуанышы мен мақтанышы болған 5 немере Әділ, Әсел, Малика, Әмір және Әли. 1907 жылдың 4 сәуірінде отбасымыз ауыр қайғыға душар болды, әкеміз өмірден озды. 2021 жылдың 4 сәуірінде ковид кезінде біз анамыздан айырылдық. Ең қымбат, ең жақын жанымыз біздің тірегіміз. Ата-анадан айырылу өте ауыр. Олар біздің жүрегімізде мәңгі сақталады, естелігімізде, ісімізде, ұрпағымызда. Олар артында ең қымбат мұра қалдырды, өз отбасы. Тәрбиелі, саналы ұрпақ. Өмірлері жалғасқан сүйікті немерелер. Біз барда, олардың рухы да, есімі де тірі. Сол кездің ертегідей тәтті сәттерін мен сездім. Вот видишь, вот так вот. Жүрегімнен орын алған Скажи, когда? сол сезім, махаббатқа бөліп күн өтті кестесі. Қалармыз бір күні бір жылдың, ескі суреттер бар сақталған ұзақ уақыт. Ішімде тұрады бір сәттік біздің бақыт. Айлы түнде оңашақта сырласқанымызды есіме аламын, есіме аламын. Тері бар сақталған ұзақ уақыт, ішінде тұрады бір сәттік біздің бақыт. Айлы түнде оңашақта сырласқанымызды есіме аламын, есіме аламын. Ескі суреттер бар сақталған ұзақ уақыт, ішіңде тұрады бір сәттік біздің бақыт. Айлы түнде оңашақта сырласқанымызды есіме аламын.